Бестің шайы деген сіздерде де бар ма? Онда міндетті түрде бестің шайына осы сочниктерді дайындап көруге кеңес беремін. Дәмі тіл үйрет. Ендеше соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен тоңазытқышта тұрған сары майымызды саламыз, жұқалап кесіп, содан соң үстінен қантымызды және қаймағымызды, бір тал жұмыртқамызды қосып, барлығын жақсылап шанышқының көмегімен араластырамыз. Ұнымызға қопсытқышымызды қосып, бір ыдыстың ішінде араластырып аламыз. Содан соң електің көмегімен жаңағы жұмыртқалы массамызға ұнымызды қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Пакетке салып 30 минутқа тоңазытқышта қалдырамыз. Салмасын дайындаймыз. Салмасына сүзбе, ұн, қант, қаймақ және бір жұмыртқаның сарысы қажет болады. Барлығын жақсылап шанышқының көмегімен араластырамыз. Неге салмамыз дайын болды, енді қамырымызды алып, колбасаның, яғни шұжықтың формасына келтіріп, шамамен 10 бөлікке бөлеміз. Грамы 60-65 грамм шамасында болуы қажет. Осындай дөңгелекше формаларға келтіріп шығамыз. Менде 10 штугы шықты. Қамырымызды жайып, ортасына салмасын жауып, екі шетін осылай саусағымызбен басамыз. Мінекей тағы да бір рет қайталап көрсеттім. Барлығын дәл осылай жасап аламыз да противенімізге орналастырамыз. Үстіне жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Қызып тұрған 170-160 градус пеште 30-35 минут шамасында қызарғанша пісіріп аламыз. Мінекей осымен біздің сочниктеріміз дайын болды. Бетіне әсемдік үшін қант ұнтағын сепсеңіздер болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі тіл үйрет. Соңына дейін менімен бірге болғандарыңызға рахмет.